Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 2-ші сыныпқа арналған 2-ші 90-дық жиынтық бағалау тапсырмаларын бірге орындаймыз. Егер сабақ ұнап жатса, каналға жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Тыңдалым және айтылым. 1-ші тапсырма. Суреттерге қарап, мәтіннің не туралы болатынын болжа және ойынды дәлелде. Мәтін Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін сипаттау туралы болуы мүмкін. Себебі суретте кесененің ішкі көрінісі де бейнеленген. Білім алушының суреттің мазмұнына қатысты айтылған болжамы қабылданады. Тақырыпқа сәйкес болжам жасайды. Сен тұратын аймақта қандай сәулет ескерткіштері бар? Олар туралы не білесің? Әңгімеле. Мен Астана қаласында тұрамын. Астана әсем қала. Қаладағы зәулім үйлер, ғимараттар, театрлар мен мұражайлар алыстан көз тартады. Бәйтерек монументін Астананың символы деп білеміз. Бәйтерек зәулім ағаш, өмір ағашы деген мағыналарды береді. Оның биіктігі 97 метр. Ол елорданың Алматыдан Астанаға ауысқан уақытын бейнелейді. Астанада көрікті ғимараттар өте көп. 2-ші тапсырма. Оқылым. А. Темірбайдың уақыт туралы өлеңінен алынған үзіндіні түсініп оқы. Өлеңге қандай тақырып қояр едің? Жаз. Уақыттың қадірі, уақытты бағала. Немесе алтын уақыт. Өлеңнің негізгі ойына сәйкес келетін тұжырымды анықта. С жауап. Уақыттың бос өткені, өмірдің бос кеткені. Енді өлеңнен уақыттың қадірін сипаттайтын 2 сөйлемді тауып көшіріп жаз. Қайтарылмайды бұл уақыт. Кешіксең бітті, ол сені 1 секунд күтіп тұрмайды. Есептеп үйрен уақытты. Уақытын сыйла басқаның. Уақытың алтын қазынаң. Жұмсауың керек үнемдеп. Уақытың алтын қазынаң дегенді қалай түсінесің? Адам баласы үшін уақыттан асқан қымбат қазына жоқ. Себебі уақыт қайдан алып келмейді. Уақыт дүниедегі ең қымбат нәрсе болғандықтан, оны алтынға балайды. Уақытты меңгере алмаған адам жетістікке жете алмайды. Сондықтан уақыттың қадірін білу керек. Жазылым. Өмірбаянның құрылымын сақтай отырып, өз өмірбаяныңды жаз. Білім алушының ықтимал жауабы. Мен Жамхан Балым Ғабитқызы 2003 жылдың 16 шілдесінде Жамбыл облысы Шу ауданының Төле би ауылында дүниеге келдім. Әкем Ғабит Жамханұлы жеке кәсіпкер, анам Мейрамгүл Жұмақанқызы мұғалім. 2010 жылы Астана қаласындағы нөмірі 64 орта мектептің 1 сыныбына оқуға бардым. 2016 жылы 6 сыныпты бітіріп, Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебіне оқуға түстім. Қазір осы мектептің 8 сыныбында оқимын. Мекен жайым Астана қаласы, Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесі, 40 үй, 34 пәтер.